ұжымның бірлестігін анықтау мақсатында бірлесу тренингіне бізге 6 қатысушы келсе. Өз елдеріңізбен 6 қатысушы. Байқасаңыздар, мен жерге ромбиктер сызып қойған. Және бір қатысушының екінші қатысушыға бір аяғын жіктастырып байлайды. Мына жіп үзілмеу қажет. Айтыңыздар. Үйден бір теңге бар еді, ақырға шыққанда біз байлап қоймын бүгін. Аяқтарыңызда былай кішкене жайсыздасыздар. Былай басыңыздар. Жоқ, арқыңыздар. Былайша айтқанда, екі аяқ мына ромбиктің ішіне сыю керек. Келесі аяғыңыз мына ромбиктің ішіне сыю керек. Келесі аяғыңыз осылай жүруіңіз қажет. Сіз былай жүрсеңіз, мына жақтан бастаймыз. Артында Айсұлу апаймен Айнұр бір аяғын екінші аяғын екінші аяғын адаттар. Екі аяғын қосады, бірлесе отырып. Үшінші ромбигіміз неқта? Жоқ, өзіңмен шықпайды. Сіздің аяғыңыз негізі артқа жүрсіңіздер, артқа жүрсіңіздер.